Бүгін Дінмұхамед Қонаевтың дүниеге келгеніне 110 жыл толды. Аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері еліміздің дамуына қосқан еңбегі орасан. Таутылға халықтың шын жанашыры, көптің нағыз тілеушісі болды. Қонаевтың тұсында қазақ елі, оның ішінде ауыл аймақтың ахуалы артты. Қалай сақсаған? Мына сіздерге сәлем берейік деп сіздерге. Бұл 1982 жылы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың Жамбыл облысына іс-сапары. Айналада халқы қоршап, шын азаматқа шынайы ықыластарын білдіруде. Дінмұхамед Ахметұлы ел басқарған жылдары қазақ жерінде 68 жұмысшылар кенті және 43 қала пайда болды. Ол қазақ жерінің әлеуметтік экономикасын, ғылымын дамытуға ерекше үлес қосқан алып тұлға. Қайраткердің әсіресе оңтүстік Астана, Алматы қаласының қалыптасуына қосқан үлесі ұшан теңіз. 60 жылдардың басында Хрущев Қазақ Советтік Социалистік Республикасының астанасын Ақмолаға көшіруді және оның атауын Целиноград деп өзгертуді ойлады. Қонаев оған қарсы тұрып, Алматының статусын сақтап қалған екен. Димаш Атаның тіпті ел білмейтін ерекше қасиеті де болған. Сақтау қабілеті ол дүние жүзінде екі адам бар екен. Ондай адам дүние жүзінде екі адам екен. Біреуі Рузвельт екен. Содан кейінгі осы кісі. Бүгінде Тараз қаласында Қонаев атында балалар мен жасөспірімдер кітапханасы, Қонаев қоры және бір көше бар. Ал облыс бойынша 4 мектепке алып тұлғаның есімі берілген. Айта кетейік, жақында Дінмұхамед Ахметұлының ескерткіші бой көтереді. 8 метр болады. 8 метр, биіктігі 8 метр, тұғыры 4 метр, өзі 4 метр бүкіл денесімен қазір ескерткіш жаңағы черновой вариантпен дайын. Дінмұхамед Ахметұлын білетіндер өте қарапайым адам болғанын, тіпті жұмысқа жаяу барғанын айтады. Ол ел басқарған кезде өнеркәсіптік өндірісте 8,9 есе, ауыл шаруашылығында 6,2 есе, құрылыс саласында 68 есе, халық саны жөнінен 2,5 есе өскен екен. Қонаев небәрі 22 жасында елді осындай жетістікке жеткізді. Біз тек қана мал шаруашылығын ғана дамытып қойған жоқпыз. Біз өндірісте де нығайттық. Біз әсіресе астық өндіруде әлемге әйгілі болдық. Қазақ елі өркендеді, дамыды. Бұны енді қайта айта беруге болады. 50 жыл ел басқарған Дінмұхамед Ахметұлының есімі бүгінде тарихқа алтын әріптермен жазылған. Қазақстан аумағы бойынша Дінмұхамед Қонаевқа 12 ескерткіш тұрғызылған. Ал мына ескерткіш 2002 жылы бой көтерген. Ардана Жарылқасын, Мержан Ерболатов, Аймақ.